Кейде адамдар бір-бірін түсіне алмай жатады. Әрине оған себеп біздің түрлі жаратылыс иесі болуымызда екенін жақсы білеміз. Алайда ер мен әйел арасындағы айырмашылық тек физиологиялық деңгейде ғана емес, тіпті нейрондық іргетасынан бастау алатын гендерлік ерекшеліктері де бар екен. Бүгінгі видеода ер мен әйел адамның миының ерекшеліктері жайлы өте қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, қоңырауды басыңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Ғалымдардың айтуынша, әйел адамның миының көлемі ер адамдыкіне қарағанда 10%-ға кіші. Мұның интеллектке ешқандай қатысы жоқ екен. Жалпы ер адамның миы бірнеше шағын бөлшектерге бөлінген. Олар бір нәрсеге назарын толыққанды аудару арқылы жақсы нәтиже көрсететін болса, әйел адамдар бірнеше істі бір уақытта игеруге қауқарлы. Мысалы, қыздар көлік жүргізе отырып әңгіме айтып та, боянып та үлгереді. Ал кітап оқып отырған ер азамат айналасындағын естімейді. Тіпті олардың ұйықтау ерекшеліктері де қызық. Бұл кезде ерлердің ми белсенділігі 70%-ға, ал әйелдердікі бар болғаны 10%-ға бәсеңдейді. Әйелдердің көп бөлігінің осал тұсы кеңістікті бағдарлау қабілетінің нашарлығы. Осыны тексеру мақсатында лабиринтте жүргізілген тәжірибе бойынша ерлер 92%, ал әйелдер тек 8% нәтиже көрсетті. Мысалы, көлікті тротуарға параллель әрі жақын қою 82% еркектің қолынан келеді, соның ішінде 71%-ы бірінші талпыныстан-ақ. Әйелдердің 22%-ы ғана көлікті тұраққа дұрыс қойғанымен, бұл бірнеше талпыныс нәтижесінде ғана жүзеге асады. Ер адам жолдан адасып қалған жағдайда арақашықтықпен жүрген жолын есіне түсіреді, ал әйел адам объектілерді есіне түсіріп жан-жақты бағдарлай бастайды екен. Рөлде отырған кезде ер адам жүріп өткен арақашықтыққа мән берсе, әйел адам керісінше дүкендердің түрлі түсті жарнамаларына басымдылық береді. Сөйлеу қабілетіне ерлер миының сол жақ жарты шарындағы орталық жауап берсе, әйелдерде мұндай орталық екі шарда да болады. Ер адамның сөзі терминдер мен сөздерге толы болады, ал әйел затының сөйлеуі эмоциялық көңіл күйге негізделеді екен. Сөйлесу арқылы байланыс орнату әдетте әйелдерге тән қабілет. Сол себепті олардан жақсы қорғаушы, мұғалім және тәрбиеші шығады. Күніне әйел аузынан шығатын 8000 сөздің 3000-ға жуығы дыбыстар. Олар сондай-ақ 10 000 вербалды емес белгілерді қолданады. Ал ерлердің аузынан 4000 сөз шықса, олардың 2000-і дыбыс және 3000 қол қимылын қолданады. Әдетте әйел қасындағы адаммен сөйлесе, ерлер өз-өзімен сөйлеседі. Ер адамдар әңгімелесу барысында логикаларына жүгініп, айтылған сөзді сол қалпында қабылдайды. Ал әйелдерге түйсіктері көмекке келетіндіктен айтылғанды болжап қабылдайды. Әйелдің терісі ерлерге қарағанда 10 есе сезімтал келеді. Ағылшын ғалымдарының зерттеуінше, ең сезімтал деген ер адамның өзі сезімталдығы ең төмен деген әйелдің қабілетіне жете алмайды екен. Өйткені еркек атаулының терісі қалың келеді, олар жұмыс істеген кезде сезім түйсігі мүлдем нашарлап кетеді де, олар ауыртпашылық сезбейді. Әйелдер жиілігі жоғары дыбыстарды жақсырақ аңғарады. Туғанына бір апта болған қыз баласы анасының дыбыстарын естиді екен. Әйелдер дыбыстағы өзгерістерді ажырата алатыны себепті адамның алдап тұрғанын сезіп қояды. Әйелдер дыбысты естісе, ерлер бақытты естуге қабілетті келеді. Сол себепті әйелдер шыққан дыбысты алдымен естиді, ал ер адам оның қай бағытта шыққанын дәл табады. Адамның көз қарашығында шамамен 7 миллион рецептор орналасқан. Түстерді ажырату қабілетіне X хромосома жауап береді, ал әйелдерде бұл хромосома 2. Соған сәйкес олардың түс ажырату қабілеті де жоғары. Әңгіме барысында олар теңіз толқынының түсі, құм түсі, ашық қызғылт деген сөздерді қолданады, ал ерлер болса нақты қызыл, сары, жасыл деп ғана айтады. Бірақ шыны керек, ұлы суретшілердің қатарында әйел заты аз кездеседі. Олардың периферилік көру қабілеті дамыған, кейбіреулерінде бұл қасиет 180 градусты қамтиды. Сондықтан әйелдер басын бұрмай-ақ жанында не боп жатқанын көре алады. Ерлер болса тек алдындағысын көреді. Осы көру аймағының тарлығынан ерлер көп көлік апатына ұшырап, кейбіреулері жанында тұрған нәрселерді таба алмай жатады. Бірақ
олар қараңғыда анық көруімен қоса белгілі бір затқа дейінгі нақты қашықтықты сезе алады. Бүгінгі видео қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.